Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін балалардың ең сүйікті тағамы фриді дәл фастфудтағыдай ең дәмді шығатын сәтті рецепті көрсететін боламын. Және алдағы уақытта да жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ол үшін ең алдымен картопымызды сырттан аршып алып, жақсылап жуып және құрғатып аламыз. Құрғатылған картоптың барлығын бірдей көлемде, бірдей қалыңдықта, бірдей жіңішкелікте ұзынша етіп турап аламыз. Видеодан көрсеңіздер болады, қатты қалың болып қалса, біз майға қуырған кезде сырты ғана пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Ал қатты жұқа болатын болса, тіптен мылжырап, дәл фриз сияқты шықпай қалуы мүмкін. Фрей жасау үшін көбісі арнайы қоспалар, приправалар және де мұздатқышқа қатырып күйде істейді, бірақ мен олай жасамаймын. Сіздерге ең оңай жолын және де дәл фастфудтағыдай шығатын жолын көрсететін боламын. Картоптарды турап жатқан кезіңізде ыдысыңызға майыңызды қойып, қатты отқа қыздыра берсеңіз болады. Себебі бізге қатты қызған май керек. Біз турап болам дегенше майымыз қызып дайын тұрады. Міне, картоптың бәрін ұзынша етіп турап алдық. Туралған картопты тағы да құрғақ салфеткамен осылай тағы да бір-екі рет сүртіп аламыз. Себебі туралған кезде картоптың арасынан да сулар бөлінеді. Солардың бәрін құрғатып алуымыз керек. Майымызды ыдысымызға көбірек құйып және қатты қыздырып аламыз. Қатты қызбаған майға біз картошкамызды қуырса, кәдімгі тамақта қуырылған картошка сияқты езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан майымызды қатты қыздырып, қызған кезде ғана біз фрейімізді осылай біркелкі тоқтаусыз араластырып қуырамыз. Себебі майға түскенде картоптарымыз бір-біріне жабысып қалмау үшін үздіксіз араластырып тұруымыз керек. Қатты қызып тұрған майға картоптарымызды қуырғанда дәл осылай 2-3 минут арасында картоптарымыз сыртқы формасын алады, яғни қатты сыртқы формасын алады. Ендігі кезекте іші кішкене пісу үшін отымызды баяуға қойып 1 минуттан аспай пісіріп аламыз. Бұл жерде мен пісірген фрейдің ерекшелігі ешқандай қоспа қоспасы, тек қана пісіру кезінде техникасын пайдалансаңыз болды. Яғни қатты қызып тұрған отқа қуырып аласыз және 2-3 минуттан кейін отыңызды баяу қойып 1 минутқа және фрейіміздің іші пісу үшін 1 минут пісіріп аласыз. Және де оттан сүзіп алғанда фрейларымызды осындай арнайы салфеткаларға төсеп, осылай жеке дара шашып төгуіңіз керек. Ыстықтай бір-бірінің үстіне төге берсеңіз, бір-біріне піскен күйінде де жабысып қалуы мүмкін. Және үстіне ыстық күйінде тұзыңызды сеуіп, балаларыңызға немесе отбасыңызға ұсына берсеңіз болады. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандағыдай фастфудтағы фрейдан немесе дәмханадағы фрейдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Керісінше дәмханадағы немесе фастфудтағы фрейларды бірнеше рет пайдаланылған майға қайта-қайта қолданып жасай береді. Олар балаларға қайта зиянды болуы мүмкін. Ал үй жағдайында осылай балаңызға жасап берсеңіз, балаңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің салып жүрген рецепттерім сізге ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет.